Ақылдысы не екен? Сәлем беру. Бір-бірімізге сәлем беріп, сәлем қайтару ақымыз екен. Қобля кәлем, сөз сөйлемей тұрып бір сәлем беру керек. Айтатын айтып алып, артынан барып ассаламу алейкум жолай емес. Бірінші сәлем берілсін дейді, кейін айтатын сөзіңді айта бер. Және ол ақымыз осылай екен. Бұл жайында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям "Мән бада бил кәлам қабля сәлам, фәлә туджибуху хатта ябда бис сәлам." Сіздерге бір адам сөз сөйлесе, сәлем берілмейінше ол кісінің сөзін жауап қайтармаңыздар. Қашан сәлем берілмегенше дейді. Сәлем берілсін, одан кейін барып оның айтқан сөзіне жауап беріңдер дейді. Және екінші бір риуаятында бір кісі келіп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, сөз сөйлей бастайды. "Я Расул, осындай" деп. Сөзде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Сен бірінші сәлем бер, одан кейін айтатын қайтадан басынан айт" деп. Осындай көптеген нелер бар екен, сәлем жайында риуаяттар бар екен. Бауырлар, бұл сәлем беру, жалпы бұл Алланың амандығымен сәлем беру. Ассаламу алейкум. Екінші жауап берген кезде деп айтылады: алейкум салам, рахматуллах немесе алейкум салам, рахматуллах баракат. Бір сахаба келді, ассаламу алейкум деген еді, Пайғамбарымыз оған, мына бауырымызға 10 сауап берілді деді. Екінші бір сахаба келді, ассаламу алейкум, рахматуллах деп кіріп келді. Мына бауырымызға 20 сауап алды деді. Үшінші бір адам келді, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух деп кіріп келген еді, мына бауырымызға 30 сауап берілді деді. Демек, Алланың амандығын, берекетін, тыныштығын сыйладым деген осындай мағынадағы дұға мағынасында айтылады. Сәлем осылай беріледі. Сәлем осылай беріледі. Мынау исламға дейінгі кезінде басқа дін өкілдері сәлем берген кезде сәжде қылады екен. Біреудің алдына келсе, не істейтін болған? Сәждеге құлайтын болған, жерге жатады яғни. Сондай сәлем қылатын болған. Кейін ислам келгеннен кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осыны үйретті. Жоқ, олай сәлем қылмайды. Сәлем қылатын болсаңдар, қалай болады деді? Алланың амандығымен айтылсын. Алланың амандығымен айтылады деп сәлемнің үрдісін үйретті. Мынау Бәни Исраил қауымы, еврейлер саусақтарымен сәлемдеседі деді. Саусақтарын былайдан. Бір-бірін көрген кезде сәлем береді екен саусақтарымен. Христиандар алақандарымен сәлемдеседі деді, бір-бірін көрген кезде. Қалай, ой бауырым, қалай? Сендер оларға ұқсамаңдар деген Расулла. Пайғамбарымыз айтады, ахли китапқа ұқсамаңыздар деді. Яғни олар секілді сәлемдеспеңдер бір-бірімен. Қалай? Етіп қойып, жоқ олай емес. Мұсылман адам істейді деді, Алланың амандығымен қол беріп сәлемдеседі деген. Қол беріп. Бұл жайында Пайғамбарымыз айтқан, екі мұсылман адам қол беріп сәлемдескен кезде, қашан бұлар қолдары ажырағанға шейін, бұлардың күнәлары кешіріледі дейді. Сәлемдесудің өзі не екен? Біздің күнәмізді кешіруіне иншалла кафарат болады екен. Сәлемдесудің үрдісін үйретіп жатыр. Бізден қазақтарда сондай қалыптасып кетті, сәлеметсіз бе деп осындай көп сәлемдеседі. Негізінде сәлеметсіз бе емес, ассаламу алейкум деп сәлемдесу керек. Қарындастарымыздың өзі, қаракөз қарындастарымыздың өзі, сәлеметсіз бе емес, қалай? Ассаламу алейкум деп, ассалам деген Алла Тағаланың есімі бұл. Алланың есімімен, амандық сыйлаушы деген есімі ғой Алланың. Сол Алланың есімімен сәлемдесу, ол міне сөзге сауап болады. Және сол арқылы не болады? Ортамызда иншалла бір-бірімізде махаббат күшейеді. Пайғамбарымыз айтты, иманды болмайынша ешкім жәннатқа кірмейді деді. Иманды бола алмайсыңдар бір-біріңді жақсы көрмейінше деді. Бір-біріңді жақсы көретін жолды үйретейін ба деді. Сөзде сахабалар "Я Расул, үйретіңіз" деді. Афшу сәлам байнакум. Араларыңда сәлемді күшейтіңдер деді. Танысаң да, танымасаң да ассаламу алейкум деп істеу керек, сәлем беру керек мұсылман адам. Осы сәлем беру арқылы арамызда не күшейеді екен? Бір-бірімізге достығымыз күшейеді. Бір-бірімізге сенім арта бастайды екен. Сол арқылы иманымыз күшейеді екен. Иманымыз күшею арқылы иншалла жәннатқа кіреміз Құдай қаласа. Бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан несі біздерге өсиеті. Сол үшін бауырлар, осы ассалам деген сөзді көп айтып жүруіміз керек екен. Риуаяттар келді, көлікте келе жатқан адам жаяу жүріп келе жатқан адамға сәлем берсін дейді. Аз адам көп адамға сәлем берсін,
тұрып тұрған адам отырған адамға сәлем берсін деп осындай өзінің әдебін үйретті, және жас адамдар үлкен адамға сәлем берсін деді. Бұл Пайғамбарымыздың өсиеті. Міне осы сәлем беру. Демек, жалпы сәлем беру ақымыз екен. Сәлем қайтару ше. Сәлем қайтару бауырлар ол уәжіп болады. Бір сахабалар кейде бір қауымға, бір қауымдарда оны істеген екен, бір қауымнан өткен кезде сәлем бермейді екен. Кейін одан сұраған, сіз сәлем бермейсіз, неге осындай десе, ол бауырларымның сәлем қайтармайтынын білем деген. Ол бауырым кім сәлем қайтармайтын болса, оған періштелер лағнет етеді екен, айтады дейді соған. Сан Алланың лағнеті болсын, бауырың саған Алланың амандығын тілеп жатыр. Сен неге оған қайтармай жатсың деп, оған не айтады дейді? Лағнет айтады дейді. Сол үшін бауырымның лағнетке ұшырағанын қаламаймын деп сәлем бермейді екен. Бұл енді сәлем қайтарудың қаншалықты маңыздылығын айтып жатқан риуаяттар ғой. Мынау Алланың амандығын тілеп жүрген, иншалла, ол бүткіл жерде Алланың баракаты болады екен. Алланың баракаты. Пайғамбарымыз айтады, сіздер үйлеріңізге кіретін кезде үйге ассаламу алейкум деп кіріңдер үйлеріңе дейді. Қайсы бір адам үйіне ассаламу алейкум деп Алланың амандығын тілеп кіретін болса, иблис, шайтан яғни, оның әскері, олар ол үйге кіре алмайды дейді. Подъезде қалып қояды. Егер ассаламды айтпастан кіріп келетін болса, онда олар бізден бірінші кіріп алады, сосын отбасымызда берекет болмайды. Болмайтын жерден ұрыс, жанжал, басқа көптеген проблемалар болады. Сол үшін осы әдетке айналдыруымыз керек екен, иншалла, не болу керек? Үйге кірген кезде оң аяқпен ассаламу алейкум деп үйге кіріп келу керек. Алланың амандығын тілеп. Иншалла, ол үйде Алланың баракаты болады. Және Алланың тыныштығы орнайды екен, және сол нәрсені барлық нелерге үйретіп қою керек екен. Осындай мәжіліс орындарына, жалпы өзіңіздің жұмыс орныңызға болсын, басқа жерге болсын, Пайғамбарымыз айтады, сендер келген кезде ассаламу алейкум деп отырыңдар дейді. Ассаламу алейкум деп келіңдер. Кейін сол жерден кететін кездерінде де ассаламу алейкум деп шығып кетіңдер дейді. Яғни келген кезде де Алланың амандығын тілеп келдің, шығып бара жатқан кезде де не болады? Алланың амандығын тілеп шығып кету, бұл Пайғамбарымыздың өсиеті, және ол сүннет амал. Осыны істеу арқылы не болады екен? Осыны істеу арқылы, иншалла, біздер Алланың берекетіне, Алланың амандығына, иншалла, жолығады екенбіз.